Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен шоколад, карамель және арахис үйлескен керемет десерт сникерс пирогын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сізде осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз, өте керемет болып шығады. Ендеше бастайық. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды қант ұнтағын қосып араластырып аламыз. Енді оның үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, тағы да венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Мінекей барлық майымыз ерігенше араластырып алдық. Енді електен өткізілген ұнымыздың үстіне бір жай қасық қамыр қобыстқышымызды және какаомызды қосып, осылай барлығын араластырып аламыз да, жаңағы массамызға қосып, бірінші қасықпен, одан кейін қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Мінекей қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Енді мешокқа салып, морозильникке 10-15 минутқа қатырып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін осындай вареный сгущенканың бір банкасын ыдысымызға салып аламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды қосып, венчикпен барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осымен біздің салмамыз дайын болды. Енді жаңағы қамырымызды морозильниктен алып, формамызға осылай қолымызбен барлығын біртекті етіп жайып аламыз. Дайын болған қамырдың үстін осындай шанышқымен тесіп аламыз, астының бәрі толық пісіп шығу үшін. Енді дайын болғанның үстіне жаңа салмамызды барлығын құйып, біртекті етіп жайып аламыз. Мінекей пирогымыз дайын. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пісіп шыққан пирогымызды толық суытқаннан кейін бар формадан аламыз. Енді ганашын дайындауға кірісеміз. Ол үшін осындай пластмасс ыдысымызға Қазақстан шоколадымыздан салып аламыз. Оның үстіне сұйық майымызды құйып, микроволновкаға 2-3 минутқа шоколадымыз ерігенше қойып қоямыз. Арахистің осындай соленый түрін қолдандым. Шоколадымыз толық ерігеннен кейін жаңа арахисімізді үстіне қосып, осылай араластырып, пирогымыздың үстіне біртекті етіп жағып шығамыз. Енді шоколады ерігенше холодильникке қойып қоятын боламыз. Мінекей осымен біздің ауызда еритін сникерс пирогымыз дайын. Көргендеріңіздер өте оңай әрі керемет дәмді болып шығады. Осындай оңай әрі дәмді рецепттер керек болса, міндетті түрде каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздер де осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.